Ұсталғанның бәрі ұры емес. Нұрсұлтан Назарбаев қолдарына түскен адамды соттап тыңғанша асығатын құзырлы орындарды сынға алды. Бүгін Ақордада жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәмиді қабылдаған елбасы тергелген істерден шикілік анықталса шетінен кері қайтаруға пәрмен берді. Полицияның, қауіпсіздік комитетінің, қаржы полициясының тапқан мәселелері көбінесе солардың айтқан сөзіменен, солардың айыптауыменен өтіп кете береді. Полицияның да, қауіпсіздік комитетінің де, қаржы полициясының да істегеннің барлығы дұрыс болып шықпайды ғой. Олардың қателіктерін түзетін, олардікі дұрыс емес деп қайтаратын. Бізде сотқа жетпей жаңа бұзылып қайтарып кетсе, ол жұмыстың орындалмаған болып айыпталады өзіне. Ондай емес қой. Яғни елімізде сот әлі де әділетсіз шешім шығарады. Заң толық үстемдік жүргізіп отырған жоқ, деді елбасы. Ал әрбір қылмыстық істің артында адамның тағдыры тұрғанын ескерсек, қаншама азамат шындықты дәлелдей алмай шырылдап жүр. Президент жергілікті полицейлердің жұмысына да көңілі толмайтынын айтты. Оның үстіне салық төңірегіндегі тексерулер кәсіпкерлерді жөн жосықсыз мазалауда тыйылмай тұр. Сондықтан елбасы жоғарғы сот төрағасына батылырақ қимылдауға кеңес берді.